Баршаңызға сәлем. Бүгін біз палва тортынан қалған сарыуыздардан печенье дайындайтын боламыз. Көп азық-түлікті қажет етпейді. Біздің сарыуызымызға бөлме температурасында жылып тұрған сары майды, қантты қосып араластырып шығамыз. Бұған миксердің де қажеті жоқ. Осылай қолмен араластырып тастасаңыз болады. Мен қосымша тағы да 2 жұмыртқа қосып жібердім, кішкене көптеу болсын деп. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызға қопсытқышты, ванилин, егер қаласаңыз ванилинді де қосуға болады. Барлығын илеуіштен өткізіп, осылай қасықпен немесе венчикпен осылай араластырсаңыздар болады. Ары қарай қолмен араластыруымыз қажет болады. Барлығын біріктіріп алғаннан кейін 2 ас қасық қаймақ. Бірақ мен майонез қостым. Дәмі өте жақсы шықты. Барлығын жақсылап араластырып, оның қаймақ, жаңадан қосылған қаймақты барлығын біріктіріп аламыз да. Кішкене 5-10 минутқа бөлмеде қоя тұрамыз. Оған дейін біз өзіміздің пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және табамызға пергаментті төсеп, осылай печеньемізді дөңгелете бастаймыз. Міне печеньелеріміз дайын болды. Өте жеңіл, жақсы көтерілген, шаймен ішуге өте жақсы печенье. Балалардың бәрісі ұнатып жеп қояды. Бал қосылған шоколадқа малып, жаңғақтармен әсемдесеңіздер де болады. Өте ыңғайлы рецепт. Назарларыңызға рахмет. Арнама тіркеліп, лайк және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ас болсын.